Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен үй жағдайында сырты қытырлақ, іші жұмсақ әрі шырынды тауық стрипстерін дайындаймыз. Бір жасап көрсеңіз лезде желініп қояды. Видеоны қарамас бұрын каналыма тіркеліп мені қолдап қойсаңыздар екен. Ендеше бастайық. Ең алдымен ыдысымызға ұнымызды, 1 шай қасық тұзымызды, 1 шай қасық паприкамызды және 2 жұмыртқамызды қосып, бөлме температурасындағы суымызды қосып, осылай венчикпен жақсылап барлығын араластырып аламыз. Бізде осындай масса болып шығады. Енді тауық төсетін жуып тазалап алғаннан кейін осындай ұзынша етіп жұқалап турап аламыз. Барлық тауық төсетін осылай турап алдық. Енді жаңа клярымызға барлығын салып аламыз. Енді вилкамен осылай жақсылап барлық жеріне тиетіндей етіп араластырып аламыз. Барлығын араластырып дайындап алғаннан кейін холодильникке 1-2 сағатқа қойып қоямыз. Енді бөлек ыдысымызға ұнымызды, жарты шай қасық тұзымызды, жарты шай қасық паприкамызды салып осылай араластырып, жаңағы дайын болған тауық төсетін алып, осы ұнға бірнеше рет ауната отырып, қызып тұрған майға қорып алатын боламыз. 2 беті қызарғанша. Осындай қатты қызып тұрған майда осылай салсаңыз, настоящий кекси болып шығады. Екі беті қызарып осындай алтын түстес болғанынша қуырып алып, одан кейін келесі тауық төсетінде тура дәл солай қуырып аламыз. Осымен біздің қытырлақ стрипстеріміз дайын болды. Сізде міндетті түрде жасап, жақыныңызға ұсынсаңыз ұнайды деп сенемін. Сырты хрустящий болып шығады. Ортасының барлығы толық пісіп шыққан. Егер рецепт пайдалы болса, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Аягөз ас болсын. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.